Алейкумассалам деп шығардым. Прикол ұстап тұр, не болды? Чертек бас. Мен саған атуда ғана ұлап қаптарға не емеспін. Ұят болатын болды, мәке? Сіз ше негіз дұрыстап тұрған жоқсыз. Біздің жайдарма маған қарап ұмтылуыңызға болмай түсіндіңіз ба? Айғайламашы ма? Айғайлай! Сіз ше мәке жаман андай адам екенсіз ше, лыпылдайды екенсіз. Сахнаның артында ғана жаңа ғана ойбай мансар інім деп тұрған ғой. Сахнаға шығып басқаша сөйлеп тұрсыз мәке. Сіз сахнада басқа, сахнаның артында басқа сөйлейтін рудың балдар сияқтысыз. Не дейді? Не бір жаға ауыстыңыз? Болды, көтек шынай. Мен көтім қыстырады сен емес? Түсіндің ба? Кім? Тура рудың балдар сияқты айтып жатырмын ғой, сахнаның басында артында басқа, алдында басқа. Рудиден кім өзі жау? Ромей деген бізде қаттанмай, финалда сәлемді сүріп, одан көрген жоқпыз ғой. В общем, жаңағындай жалпы маусымша құтты болсын. Иә, сенбен болдың ғой? Иә. Сенен қалдық, мен артқа барып өзім как бар дейін. Не бар артта? Қолғының құрап тұр. Қолғының құрап тұр? Бол, мен. Су берсін. Қолғының құраса? Қолғының құрап тұрсам? Міне, мұнша емес, Есен ағаң оны. Есен ағаның су ішейді жатыр. Ойбай. Ол кісі сияқты серьезно күтпейді. Ой, жоқ. деген талпыныс қалып етсің. Тарих сатын ғой. Қолым дәлдеп жатыр мен ше. Қалай, мына құдықтың суы ма? Кіратын ма? Ой, кәдімгі? Енің суы мынау деймін. Простой су ішеді ғой ол кісі. Просто мен простой су іше алмайтын да. Ойбай! Былай ғой, енді құрметті достар, құттықтап қойсаңыздар болады. Біздің қанат биылдан бастап Премьер-лиганың жүргізушісі. Енді жаңа деймін. Серьезно тұрса, өзім ойлап жатырмын негізі. Биыл енді қанат жүргізгеннен кейін былай қарап тұрсаң, миллион балдарына беріп тұрған Премьер-лига сендердікі деген сияқты. Бір адам аққа мінсе, бір адам аққа мінеді деген дұрыс. Келесі жылы бүйтейік жігіттер. Жоғарғы лиганы өзіміз қолымызға алайық. Сол түнде ойладым мен. Келесі жыл төртеуміз де келейік. Төртеуміз де келейік де бүкіл келесі жыл Алламанды біз жиналды ғой мына бәрі. Төртеуміз арасына кіреміз де жайдармашылардың іріткі тастаймыз. Провокаторлар бүйтеміз. Егер біз жоғарғы лиганың жайдарманды миллион командасы қолға алатын болсақ, взнос төлемейсіңдер дейміз. Төлемейсіңдер. Онда бүйтейік. Барлығы галкиге өтсін эфирге. Сөйтейік та анау құрамасы дегенге дейін өтсінші. Сосын ешкімнің көңілін қалдырмай барлығы финалға шықсын. Сосын финалдан 1, 2, 3 деген орын болмасын. 70 орын болсын. 70 орын болсын. Онда бүйтейік жігіттер, мақұл жайдармашылар көтеріледі, бірақ жоғары жақты алу қиын болады. Редакторлардан бастау керек. Оны да ойлап қойдым мен. Қалай құртамыз оны? Рамазан ағамыз бен Қасиет ағамызды террорист дейсілады. Террорист. Екеуін. Как раз келеді. Террорист дейсілі бол. Ол орнына ер болады. Ол бар, міне, бас, сен намаз оқиын деп жүрсің айтырасың, міне. Бас редактор боласың сен. Бас редактор. Бол. Мен самасының жүргізуші болам. Мансар сен не боласың? Қанатжан мен кім болам? Мәке, сіз бүйтесіз. Сіз бір жерге тығып жіберейікші. Кім? Бір жерге тығып жіберейікші. Сіз бүйтесіз. Жюри боласыз. Жюриде как раз сіздің масқабыңыздағы 2 адам бар. Көрсеңіз түрінде мәлім болады өздері. Олар сіз сияқты шеді, бірақ прямоға кірмейді екеуі. Тура сіз сияқты десек болады. Сіз жюри боласыз, түсіндіңіз ғой, сіз жюри боласыз. Енді мақсат сен кім боласың? Мен ешкім болмай қойшы мен. Кім боласыз? Әкең өсті болған, жүре берейші мен. Командаларға барып, болмайтын бір идеялар айтып, жүре берейші мен. Рүстем аға боласың. Рүстем аға боласың. Болмайды ма Рүстем аға? Енді кім боласың? Онда сен Алтынай бол. Онда Рүстем аға бола беремін. Фурқат байқұсты болып кетіппіз ғой. Фурқат кім болады? Фурқат? Фурқат өзі жүре берсін. Тамағын берсін болды ғана. Ендеше жайдарманнан кейін не істейміз деп айтпайтын миллион командасы кетті!
Масама ма? Масама не ойнайсың. Сонымен тамашалаймыз. Түсінігі өте төмен бала жан сақтау бөлімінің алдында. Саламатсыз ба? Атаңызға келдіңіз бе, дәрігермін? Атам ғой, мен атам ғой. Атаңыз ба? Өкінішке орай. Атаңыз. Өкінішке орай атаңыз. Врачпын ба негізі өзі? Иә, атаңыз, врачпын ғой, атаңыз кетіп қалды. Қайып бол. Қайық кетті дегені сен кететін жақ болады ғой өзі енді. Өмір болғаннан кейін кетеді екен ғой енді ол. Ол кетімде айтып жүр ғой? Жоқ, өмір бітеді. Кейін өмір сондай бар екен. Рахмет, құрметті көрермендер, фантазиямызды, ақыл ойымызды қосатын жерінің бәрін қосып отырайық. Бүкіл фантазиямызды қосайық. Марат Достаев ағамыз үйленіпті. Сонымен беташардан кейін түнде. Жан, не болды? Красный тубулис болады деп. Сонымен жалғастырамыз. Жақында осы мен кетіп қаламау, мұрамның бәрін балдарыма таратып берейін деп, бүкіл мұрасын балдарына таратып беріп, соңында аман қалып кеткен әке. Сәкен, Қанат, Мерей айналайын. Өткенде сендерге мұра таратып бердім ғой, білесіңдер ма? Сол кезде сендер мен кетіп қалады деп, менен бірінші кетіп қапсыңдар ғой. Сол кезде тірі қалып кеттім ғой мен, короче. Енді сол қазір бәрін беріп қойдым. Енді болып жатса бір 2000 теңге Каспийден саз жүресіңдер ма? Сосын ана мамаларын кімге тиіп кеткен жоқ қой деш. Сонымен құрметті көрермендер, біз Жайдармандағы соңғы әзілімізді Жайдарманның эфиріне ең алғаш рет ойнаған әзілмен аяқтауды жөн көрдік. Сонымен көреміз, ит адамның досы деген саябақта. Я кеше ерім. Ой, Хатико деген кино көрдім. Ой, ана ит деген бар ғой. Не деген егесіне адал ырза болдым бар ғой. Ит деген сондай болса да, мына біздің әшейін ит қой бұлар. Әшейін жүрген. Анау кәмпте, адалдығын қараса, адалдығын. Кетші ба? Ақтос. Ұстамашы мені. Ақтос деп. Білдің болса мені кінәлайсың. Хатико сен актер ол. Білесің ба? Ойнап айтып жатыр ғой, әшейін кино ғой. Кино қызық емес, соны мақтай бересің. Маған да оңай дейсің ба? Астынан кешке дейін сен жанында бүйтіп жүре беріп, тізем ауырып кететіндерін білесің ба? Өмір осындайсыңдар ғой, мен ақшанда чемпион болдыңдар ғой, білесіңдер ма сендер? Мейлі, бұл кеше шайын Ақтос. Шыдай алмаймын мүмкін. Шын жүрің өзіңе. Ақтос сен кәйт шыдап отырасың, осы шыдай жүр. Рахмет достар. Қымбатты жайдарманшы достар, қымбатты көрермендер, миллион фандар, жақсы жандар, құрметті Есен аға. Биылғы жайдарман, биылғы маусымды айдар тағып саяхат маусымы деп қойған екенсіз. Біз енді кеше орынбасар бауырымыздың хатында жайдарманшылар Есен ағамыздың қаншама баласы бар Қазақстанда. Сол ішіндегі 4 балаңыз ретінде, сізді осы жайдармандағы әкеміз ретінде қайда саяхаттатсақ болады деген ой туындады. Жалпы адам баласы үшін ең керемет саяхат, ең керемет сапар, ол қажылық сапар деп ойлаймыз. Сондықтан, Маса сен өзің дәредің бар ғой, 4 балаңыздың атынан арнайы сізге сол қасиетті Мекке Мәдинаға барып,
парызыңызды өтеп келетін қажылыққа жолдама береміз сізге. Қабыл алсаңыз. Рахмет достар. Есен аға, біз Жайдарманды ең қатты армандаған балаларымыз. Тіпті эфирден мен Жайдарман болып жатқан кезде осы Есен ағаны шынымен де өз көзіммен көретін екенмін деп армандайтын, шын айтамын Есен аға. Енді Аллаға шүкір, сізді көрмек түгілі жаныңызға келіп, Жайдарман ойнап, мінекей бүгін чемпион болып жатырмын, арманым жоқ. Сосын менің ең қатты қуанатыным, Есен аға маған ешқандай Жайдарманшыға айтпаған сөзді маған айтқан болатын. Мен жуырда өзім туралы кино шығарам, сен сода менің жас кезім болып рөлімді сомдайсың дейтін. Одан кейін мені әр көрген сайын, сен дайын жүрсің ба дейді, мен ол киноны түспейтін білем ғой. Бірақ ол кино түсірілмейтін де шығар, айтылып қалады. Егер түсіріп атсаңыз түсем, не ғой? Есен аға, сол сөзіңіз үшін қатты қуанатынмын. Енді сіз кино түсірмесеңіз де, ұлдарыңыз білесіз, қазір ютубта жүр. Алла қаласа үлкен кинотеатрға, үлкен киноға аяқ басып жатырмыз жуырда. Енді Жездухадан кейін де үлкен жобалар, неше түрлі кинолар түсіреміз. Сол кезде мен өзім туралы кино түсіремін. Сол кезде сіз менің қарт кезімді ойнайсыз. Дайынсыз ба? Болды. Құшақтасам бола алмайсың ана сіз. Дәл солай, маған да бір кісі айтқан болатын. Кинома түсесің деп. Мақсат, мен де өзім туралы кино түсірем, сен мен жас кезімді ойнайсың деді. Мен бірден отказ бердім, Рүстем аға ойнамайын дедім. Одан қайта Айжамалға ойнап жүре берейін дедім. Не үшін Рүстем аға ойнайсың? Ондай кісі болу қайда? Ешбересің да. Жақсы. Рахмет. Енді біз Есен аға есіңізде болса, біз кішкентай кезімізде Жайдарманға келген кезімізде біздің алдымыздан қандай Жайдарман шықса да біз жүгіріп барып амандаса беретінбіз. Мейлі ол танымал болсын, танымал болмасын. Бұлай енді бүйтіп қарасақ, қазіргі Жайдарманшылар, енді қанша күннен бері көріп жатырмыз, тек танымал Жайдарманшыларға жүгіріп барып амандасады да. Мысалы, Рудныйға амандаспай, бізге амандасады деген сияқты. Сондай нәрсе байқадым. Біздің үлкен жақсылық өткен Анар әпкеміз айтатын, бидайдың басы неғұрлым дәндеген сайын иілгіш келеді. Өздеріңнен үлкенді көрсеңдер, иіле беріңдер деп. Сонымен ағаларымыздың алдында иіліп, Жайдарманда жолымыз ашылып өсе бердік. Сонымен қатар біздің Жайдарманшы ағаларымыз, біз аға деп жүрген ағалар азайып, бізді аға дейтін інілер көбейді. Біз сол кезде білдік өзіміздің чемпион болып кету керек екенімізді. Біздің Есенқұл Жақыпбеков деген үлкен ақын атамыз айтады, аға болдық па арқа тұтатын кімдерге, жеткен де бар, жетпеген де бар бұл жерге. Миллион есе бақытты екен мен бұдан қаршадай қызбен қашпалап ойнап жүргенде дейді. Біздің бақытты бала шағымызда әркімнің өзі сүйікті ойыны болатын. Көшеде ойнап жатсақ, күннің қалай батқанын білмей қалып, күн батарда аналарымыз үйге шақырып алатын бізді. Міне Жайдармандағы кезімізді қаншама жыл дейтін болсақ, біздің осы күніміз керемет өтті Есен аға. Міне әні дегенше шақырып жатыр. Күнде батып келе жатыр. Сондықтан мамашкілер шақырып жатыр, үй жаққа бару керек. Сондықтан қымбатты Жайдарманшылар, қымбатты Есен аға, Жайдарман үлкенге құрметті, кішіге ізетті үйреткен, бауырға жанашыр болуды үйреткен Жайдарман, Есен аға, миллион фандарға, жақсы жандарға үлкен рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион Шымкент чемпион!